Мен Нұртазина Арайлым Төлеужанқызы Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің арнайы пән оқытушысымын. Жол және станция құрылғылары пәнінен жол және жол шаруашылығы тақырыбын қарастыруға шақырамын. Қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, жер төсемі. Жер төсемінің негізгі көлденең пішіндері, жер төсемінің деформациясы. Екінші, жолдың үстіңгі бөлігі, балласт қабаты, шпал, рельс, бағыттама бұрмасы, шекаралық тірек. Үшінші, жасанды құрылыстар. Теміржол табаны инженерлік құрылыстар кешені. Ол пойыздарды белгілі жылдамдықпен жүруді қамтамасыз етуге арналған. Теміржол табанының барлық бөліктері жер төсемі, үстіңгі құрылысы мен жасанды құрылыстан тұрады. Осы үш бөліктің төзімділігі, орнықтылығы, жүк және жолаушылар пойыздарының белгіленген жол бөлігінде жоғарғы жылдамдықта қауіпсіз және жатық жүрісін қамтамасыз етулері қажет. Жер төсемі жер бетінен алынған топырақты өңдеу нәтижесінде жасалған құрылыс кешені. Ол жолдың үстіңгі құрылысын салуға арналған және жолдың орнықтылығын, жер үсті суының әсерінен қорғауды қамтамасыз етеді. Жолдың төменгі құрылысына жер төсемі, жол табанының үйіндісі, ойындысы, жартылай үйіндісі, жартылай ойындысы, жартылай үйінді жартылай ойындысы және жасанды құрылыстар жатады. Сызбада көрсетілген жер төсемінің негізгі элементтеріне су қайтарғыш, арық, жиек, тежеу, негізгі алаң, балласт қабаты, көлбеу, берма, резервтен тұрады. Жер төсемінің айтып өткен үйінді, ойық, жартылай ойық, жартылай үйінді пішіндерінің негізгі түрлері, негізгі алаң, жеке жер төсемі, негіз жиектен құрастырылады. Жер төсемінің деформациясы деп отырғанымыз не? Жер төсемінің ішінде немесе оның пішінін өзгертетін процестерді жер төсемінің өзгеру деп айтамыз. Жер төсемінің төмен түсуі, жер төсемінің топырақ төгу технологиясы бұзылған жағдайда дұрыс тығыздалмауының немесе үйінді негіздерінің әлсіздігінің нәтижесінен пайда болады. Балласт астауы негізі ауданның пішінінің өзгеруі нәтижесінде шпалдардың астыларының төмен түсуі. Астаулардың өсуі балласт қаптарын тудырады. Төселген топырақтың әр келкілігінен балласт ұялары пайда болады. Осы барлық өзгерістердің бәрін біз жер төсем деформациясы деп атаймыз. Жер төсемінің деформациясы, яғни балласт астауынан балласт қаптары, балласт науасы, балласт ұяларынан тұрады. Жолдың төменгі құрылысы. Жолдың төменгі құрылысы, яғни жер төсемінен тұрады деп айтып өттік. Ал жолдың үстіңгі бөлігі ол құрамды бағыттау, оның доңғалақтарының күш әсерлерін қабылдап, ол күштерді жолдың төменгі құрылысына тарату қызметін атқарады. Жолдың үстіңгі құрылысы дегеніміз құрылыстар кешені. Оған балласт қабаты, шпалдар, рельстер, рельс бекітпелері, ығысуға қарсы бекітпелер, бағыттама құрылысы, көпірлер мен бұрылма бұрылыстары кіреді. Балласт қабаты деп отырғанымыз шпалдардан алған қысым күштерін жер төсемінің негізгі көлеміне біркелкі тарату, тік және көлденең күштердің әсерінен шпалдардың орнықтылығын сақтау, рельс табанының астындағы негізінің серпінділігі мен рельсті шпалды тордың жазықтық және тік пішінде жөндеу мүмкіндігін қамтамасыз ету. Үстіңгі қабаттағы суды ағызып жіберу. Теміржолдағы балласт қабаты суды өзінде ұстамай, негізгі жолақты ылғалдан сақтауға тиіс. Балласт материалдары түскен күш пен атмосфералық әсерге берік, серпінді болуы қажет. Балласт ретінде сусымалы, тез құрғағыш, серпінді материалдар пайдаланылады.
Оларға ұсақталған және қиыршық тастар, құм, асбест қалдықтары, ұлу тастар жатады. Негізі балласт үшін ең жақсы материал табиғи тастар болып саналады. Шпалдар рельс астындағы негіздердің басты түрі болып саналады және рельстен түскен қысымды балласт қабатына жеткізеді. Шпалдарға рельстер бекітіліп, жол табанының бір қалыпты болуын қамтамасыз етеді. Ағаш шпалдар дайындауға негізінен қарағай, қайың, шырша, майқарағай, балқарағай ағаштары қолданылады. Дүние жүзіндегі теміржолдардағы шпалдардың 90% ағаш шпалдар. Шпалдардың рельс буынына салыну тәртібі шпалдар жаймасы деп айтайды. Теміржолда шпалдарды салу сәйкестігіне байланысты 4 түрлі жайма пайдаланылады. Шпалдар рельс астындағы негізгі басты түрі болып саналады және де рельстен түскен қысымды балласт қабатына жеткізеді. Теміржолда алдын ала кернелген шегенді темір-бетон шпалды пайдалану кеңінен тарай бастады. Олардың құндылығы төзімділігінде және де 40-50 жыл жолдың орнықтылығының жоғарылығында. Мұны олардың бірдей мөлшерлігімен және бірдей серпінділігімен түсіндіруге болады. Шпалдардың рельс буынына салыну тәртібін шпалдар жаймасы деп атайды. Рельстер жылжымалы құрамның доңғалақтарын бағыттап, оның салмақ күшін шпалдарға жеткізеді. Одан басқа рельстер автоблокировкалы жол бөліктерінде сигнал токтарын өткізуге, ал электрлі жолда тартым тоғын қайта алуға пайдаланылады. Рельстерде жұмыстың сенімділігін арттыру үшін рельс айтарлықтай берік, қызмет мерзімі ұзақ, аса төзімді және қатты, бірақ морт болмауы тиіс, өйткені ол динамикалық соққыны қабылдайды. Рельстің салмағы мен көлденең пішініне қарай R50, R65, R75 үлгілері пайдаланылады. R әрпі рельс дегенді білдіреді, ал сан мөлшері рельстің бүтін санға айналдырған 1 метрлік салмағын көрсетеді. Бағыттама бұрмасы. Бағыттама бұрмасы жылжымалы құрамның қос доңғалағын бір жолдан екінші жолға бағыттауға арналған. Кең таралған түрі жай бағыттама бұрмасы. Бағыттама бұрмасының конструкциясы бойынша 3 бөліктен тұрады. Бірінші бағыттама бөлігі, екінші қосатын жол бөлігі, үшінші айқастырма жиынтығының бөлігі. Бағыттама бөлігіне кіреді бұру механизмі, негізгі рельс, ұштама. Қосатын жол бөлігі бұрылыс білеулерінен тұрады. Айқастырма бөлігінің жиынтығы жанама рельстен, өзекшеден, жақтаудан тұрады. Бағыттама бұрмалары мен тұйық айқаспа жолға салынған рельс түріне қарай бекітілген сызбамен сәйкес келуі керек. Бағыттама бұрмалының айқаспа маркасы мынандай болады. Жолаушыларды қабылдап жөнелтетін және басты жолдар 1/11, қиылысудың жалғасы 1/9, жүк пойыздарды жүретін қабылдау жөнелту жолдарында 1/9, басқа жолдарда 1/8, ал симметриялы болса 1/4, 1/5 кем емес бағыттамалар пайдаланылады. R65 түріндегі рельс бойындағы бағыттама бұрмасының сызбасы. Бағыттама бұрмасының геометриялық элементтері. Басты жолдардағы барлық бағыттама бұрмаларының үшкілігі пойыз жүрісінің бағытына қарсы жағдайда орналасуына байланысты алдын ала қарастырылатын брустар қойылуы қажет. Ауыспалы қисық жолдың ауыстыратын бөлігі бір жағына жүру және бағыттаманы айқастырмамен бекітуі. Оны қарапайым рельстерден қажетті ұзындықтарда салады. Бағыттама бұрмасының айқаспа 1/18 маркасы 960 метр болады, басқа бағыттама бұрмаларының айқаспа маркасы 1/11 295-300 метр аралығында және 1/9 маркасы 190-205 метр аралығында.
Пойыздарды тоқтаусыз жіберетін желілерде станцияның басты жолдарында тұйық айқаспалар мен бағыттама бұрмаларын қиылысына жаңадан салу керек. Сондай-ақ басты жолдардың қисық телімдерінде бағыттама бұрмаларын салу мынадай жағдайда босатылады: егер бекітілген пойыздар жүрісінің жылдамдығы шектелмесе. Шекаралық тіректер. Шекаралық тірек жылжымалы құрамның тоқтау шегі болып табылады. Басты және қабылдау жөнелту жолындағы бағыттама бұрмасында, басқа станция жолдарындағы бағыттама бұрмасында, съездер және жеке бағыттама бұрмасының арасында орналастырылады. Шекаралық тіректердің әртүрлі деңгейде жолда орналасуы. Шекаралық тірек жол аралығында 4,1 метр ара қашықтықта орналастырылады. Бағыттама бұрмасының центрінен шекаралық тірекке дейінгі ара қашықтық. Жасанды құрылыстар. Жасанды құрылыстар темір жолдың су кедергілерінен, басқа темір жолдар мен автомобиль жолдарын, терең шатқалдарды, тау жоталарын, қала аумағын кесіп өтуіне және адамдардың жолдан қауіпсіз өтуіне қиын жағдайларда жер төсемінің орнықтылығын қамтамасыз етуге арналған. Жасанды құрылыстарға көпірлер, тоннельдер, құбырлар, тіреуіш қабырғалар, реттеу құрылыстары, дюкерлер, галереялар, сел ағызғыштар және жол өтпелері, акведуктер, виадуктер, эстакадалар және тағы басқалары жатады. Акведуктер – су өткізгіш көпірлер. Оларды жыралардан, шатқалдардан, өзендерден және басқа да кедергілерден өтетін жерлерге салады. Жол өтпелері темір жол мен автомобиль жолының немесе екі темір жолының қиылысқан жерлеріне салады. Эстакадалар қалалардағы үлкен үйінділердің орнына және арнасы кең жайылмалы өзендердің үлкен көпірлеріне кіреберісте салады. Ал виадуктерді кәдімгі биік үйіндінің орнына темір жолдардың терең аңғарлардан өтетін жерлерге салады. Галерея таулардың опырылып қалуы мүмкін жерлерінде, ал батпақты тасқындар болуы мүмкін жерлерде сел ағызғыштар жасайды. Темір жолдан су тасқынын өткізу үшін дюкерлер салынады. Олар жолдың екі жағынан салынған, сондай-ақ өзара құбырмен жалғастырылған екі құдық. Көпір жолдың табаны болып саналатын аралық құрылыстардан, сондай-ақ аралық құрылыстарды ұстап тұратын және олардың салмақ қысымын жерге жеткізетін тіректерден тұрады. Көпір кіреберісімен нығайту және реттеу құрылыстарымен астындағы өзен арнасымен көпір өткелін құрайды. Көпірдің жағадағы сүйеулерін тіреулер деп аталады. Сабақты қорытындылай келе, сабақты бекіту сұрақтары жер төсемінің қызметі, жер төсемінің құрылымы, жолдың үстіңгі бөлігінің қызметі, жолдың үстіңгі бөлігін құрайтын элементтер, жасанды құрылыстар қызметі және түрлері сұрақтары қарастыру үйге беріледі. Үй тапсырмасы. Теміржол тану негіздері. Бекжанов Зарқын Сартаевич әдебиетінен 9-13 бет аралығын қайталаймыз.